Өзінде смартфон ұстамайтын, әлеуметтік желіні қолданбайтын адам аз. Бұл екеуін жалғайтын интернет топтамаларды таңдау бәрімізді толғандырады. Тарифтердің көптігі сонша, кейде таңдау қиынға соғады. Қазақстандық ұялы байланыс операторлары смартфон үшін қандай интернет топтамаларды ұсынады? Ең арзан және ең қымбат тарифтің құны қандай? Қолайлысы қайсысы? Бүгін осы туралы ақпарат ұсынамыз. Бізде баршаға белгілі Билайн, Актив, Кселл, Алтел және Теле2 ұялы байланыс операторлары қызмет көрсетеді. Аталған 4 оператордың үшеуінде интернет жылдамдығы жоғары 4G қосылған. Кселл жазда қосуды жоспарлап отыр. Бұлардың ең тиімді тарифі қандай? Осы жылдың сәуір айына дейін баршаға тиімді тарифті Алтел ұсынатын. Себебі бір айға 990 теңге төлеп, интернетті шексіз пайдалануға мүмкіндік берілген еді. Бірақ бүгінде аталған оператор трафик көлемін шектеп, жаңа тарифке ауыстырды. Алтелдегі ең арзан тариф Smart. Бір айға қосылу бағасы 1390 теңге. Бұған 8 гигабайт трафик кіреді. Егер сіз тым белсенді қолданушы болмасаңыз, бір айға еркін жетуі керек. Ал видео және аудионы көбірек қолданатындар үшін Smart Pro атты қымбат тариф бар. Бұл Алтелдің смартфондарға арналған ең қымбат тарифі. Бір айлық бағасы 2490 теңге. Бұған 20 гигабайт интернет трафик беріледі. Қазақстан нарығында 1999 жылдан бері жұмыс істейтін Кселл және Актив брендінің ең тиімді интернет тарифі Алло Қазақстан. Мұның 1490 теңгелік Алло Қазақстан XS тарифі айына 6 гигабайт трафик ұсынады. Егер алғаш рет қосылған болсаңыз, бонус ретінде 2 гигабайт сыйлыққа беріледі. Ал қымбат тарифі 30 гигабайт трафик ұсынатын Алло Қазақстан XL. Мұның бағасы бір айға 3490 теңге. Билайнның 4 түрлі тарифтік жоспарлардан құралған бәрі атты тарифтер тобы интернет үшін тиімдірек. Бәрі 800 теңгеге атты тариф, атайтып тұрғандай бір айға 800 теңге тұрады. 1 гигабайт трафик ұсынады. Ең көп трафик беретін және бағасы жөнінен ең жоғары түрі бәрі 2300 теңгеге. Бұған 30 гигабайт аласыз. Үнемі басқалармен қызу бәсекеде жүретін Теле2-ның интернеті жылдам емес дейді көпшілік. Бұл оператордың ең арзан тарифі Start. 890 теңгеге 2 гигабайт трафик беріледі. Ал үлкен тарифінің құны 1790 теңге. Бір айға 20 гигабайт интернет трафик аласыз. Енді қорытынды жасап көрейік. Қазақстанның ұялы байланыс операторларының ішінде ең арзан және ең аз трафик ұсынатын оператор Билайн. Ең қымбат және сәйкесінше ең көп трафик беретіні Актив пен Кселл. Айтпақшы 1 гигабайт трафик неге жетеді? HD сапада 42 минут видеоролик қарау, ұзақтығы шамамен 4 минут шамасында болатын 46 ән тыңдау, стандарт сапада 71 минут видео көру, әлеуметтік желілерде 580 рет статус ауыстырып, не сурет жүктей аласыз. Ал енді осы есепке сүйеніп, өзіңізге қажетті трафикті таңдасаңыз болады.